Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қаңтардың 21-і. Сабақтың тақырыбы менің көйлегім жаңа. Знакомое слово жаңа, новое. Мое платье новое. Диалогтар арқылы біз өткен сабақтарды қайталаймыз. С помощью диалога мы повторим пройденные темы. Сенің ағаң не істейді? Что делает твой брат? Менің ағам шахмат ойнайды. Сенің әпкең не тебеді? На чем качается старшая сестра? Менің әпкеншек тебеді. Сенің інің не істейді? Твой братишка что делает? Менің інім доп ойнайды. Сенің анаң қандай адам? Твоя мама какой человек? Менің анам ақылды, мейірімді, жақсы адам. Сен анаңа көмектесесің бе? Ты помогаешь ли маме? Мен анама көмектесемін. Сенің анаң алмадан не жасайды? Твоя мама из яблоки что делает? Менің анам алмадан тосап жасайды, тосап варенье. Сенің отбасың қандай? Какая у тебя семья? Менің отбасым тату, дружная. 15-ші бетте на странице 15 жаңа сөздер. Жейде рубашка, шалбар брюки, бәтеңке ботинки, көйлек платье, жаңа новый, ескі старый. Знакомые слова, да, жаңа новый, ескі старый. Название одежды. Киім, одежда. Давайте еще раз повторим. Күрте, куртка. Көйлек, платье. Жейде, рубашка. Етік, сапоги. Пальто не переводится. Тон, шуба. Есне сақта 15-ші бетте в форме принадлежности даны слова көйлек, платье, көйлегі, в третьем лице ее платье, менің көйлегім, мое платье, сенің көйлегің, ее платье, сенің көйлегің, твое платье, оның көйлегі.